Мамандық кеше, бүгін, ертең. Әлемде 40 мыңға жуық әртүрлі мамандық бар. Біз мамандық кеше, бүгін, ертең видеосын түсіру үшін дәрігердің күші оның жігерінде дей отырып, дәрігер мамандығын таңдап алдық. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандығы үлкен жауапкершілікті жүктейді. Заман өзгерген сайын мамандыққа қойылатын талаптар да өзгереді. Шамамен 1980-1990 жылдары дәрігерге қаралу үшін таңертеңнен бастап ұзақ кезекте тұру керек еді. Науқас дәрігер алдына келмес бұрын, мейірбике алдымен сол науқас жайлы қағаздарды тауып барлығын қолмен толтырған. Науқас дәрігер алдына келгенде ешқандай құрал жабдықтарсыз өзі қарап, ем-дом шараларын, дәрі-дәрмек атын қағазға жазып беретін. Қазір 2022 жыл. Электрондық кезек жүйесінің енгізілуімен дәрігер кабинетінен науқастар ұзын кезекке тұрмайды. Осындай жүйені енгізудің арқасында регистратура жұмысы да жеңілдетілді. Электрондық таблодағы әрбір терезенің жанында кезек нөмірі жанады. Дәрігер кабинеті де өзгеріп, балаларға арнайы кабинеттер ашылды. Жаңа құрылғылар, инструменттер қолданылады. Ең бастысы мейірбике дәрігер тағайындаған іс-шараларды жазбаша емес компьютерге жазады. Науқас болса өзінің телефонындағы Домомед қосымшасы арқылы тағайындалған дәрі-дәрмек, тағы да басқа іс-шаралар тізімін көре алады. Сол қосымша арқылы келесі қабылдауға да өзі үйден шықпай-ақ жазылуға мүмкіндігі бар. Болашақта дәрігер мамандығы бұдан әрі дами түсетіндігі сөзсіз. Бұл кезде дәрігер науқастарды үйден шықпай қарауы әбден мүмкін. Немесе жасанды интеллект арқылы дәрігер тек іс-шара тағайындап отыруы бұл да бір ықтималдық.